Қайырлы күн, студенттер. Қалғандар қайда екен? Саламатсыздар ма, Бекзат? Нұрдәулет, Темірлан, неге көрінбей тұрсыңдар? Көрдік қой, көрдік апай, саламат. Апай, сіз ғой менің немді өшіріп тастаған. Видеоңды қоса қойшы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жоғары вольтты ажыратқыштар. Дәптерлерін қайда, шығарыңдар. Дәптерлерімізді шығарып жазамыз, жоғары вольтты ажыратқыштар. Ажыратқыштар туралы не білеміз? Білетінімізді айтайықшы ажыратқыштар туралы. Нұрдәулет? Ау, Ажыратқыштар туралы не білесің? ажыратқыш дейтін андай не емес па? Включатель бана көрі. Жоқ, ондай емес. Андай менікі ғой. Қайта тоқ шығаратын затты. Соның несі ғой? Несі? Не андай кеше көрсеттіңіз ғой? Жоқ, андай. Не үшін қолданады енді ажыратқыштар? Өшіріп қосу үшін. Ажаңның включатель деп. Қазір біздер жоғары вольтты ажыратқыштар туралы айтып отырмыз. Жоғары вольтты ажыратқыштар қандай кезде қолданылады? Қандай құрылғы, қандай коммутациялық аппарат? Анау. Апай, короткое замыкание кезінде қолданады. Қысқа тұйықталу және асқын жүктелу кезінде апаттық жағдайларда сондай. қондырғыларын оперативті қосуға және ажыратуға арналған коммутациялық аппаратты. Міне суреттен көре аласыңдар жоғары вольтты ажыратқыштар туралы. Міне көрініп тұр ғой да слайд? Міне жоғары вольтты ажыратқыш жазылып тұр міне. Жоғары вольтты ажыратқыш қауіпті және апаттық жағдайларда энергия жүйедегі электр қондырғыларын оперативті қосуға және ажыратуға арналған коммутациялық аппарат. Яғни қысқа тұйықталу және асқын жүктелу кезінде біздің электрлік желімізді қорғауға арналған коммутациялық аппаратты. Жоғары вольтты ажыратқыш контактілік жоғары вольтты ажыратқыш сөндіргіш құрылғысы бар контактілік жүйеден, тоқ өтуші бөліктерден, корпустан, оқшаулаған конструкциядан және жетек құрылғысынан тұрады. Суреттен көре аласыңдар конструкциясында міне көрсетілген барлығы. Контактілік жүйелері көрсетілген, тоқ өтуші бөліктері көрсетілген, оқшаулағыш конструкциясы көрсетілген, сыртындағы металл конструкциясы оқшаулағыш материалдан жасалады. Оқшаулағыш деп отырғанымыз оқшаулағыш дейтін андай не ғой? Тоқ өтуші бөліктеріне адамның жанасуынан, адамның тиіп кетуінен сақтайтын конструкция да, оқшаулағыш конструкция. Және жетек құрылғысы дегеніміз приводта, электропривод, біздер электр жетегі деген сабағымызда оқыдық. Оның электроприводы мына коробкалардың ішінде болады. Электропривод не үшін керек екенін оны білеміз да. Жетек конструкциясы осының ішінде болады. Мынаны скриншотта аласыңдар ма телефондарыңа или WhatsApp-қа жібере қоярмын да, содан дәптерлеріңе көшіріп жазып алыңдар. Скриншот етіп алды ма апай? Ажыратқыштардың түрлері жұмыс үшін орнатылу түріне байланысты бөлмеде, ашық ауада, бөлме ішінде орнатылатын компактілі трансформаторлық қосалқы станция металл қаптамаларында және ашық ауада. Бөлмеде деп тұрғанымыз ол қандай бөлме? Тарату құрылғылары үшке бөлінеді дедік қой да? Бекзат, не қатып жатсың? Білмеймін. Сен естіп жатсың ба? Иә. Сен телефонын қатып тұрған сияқты, менде видео қозғалмай қалды. Тарату құрылғылары үшке бөлінеді дедік қой, кім айта алады қандай? Қандай тарату құрылғылары бар? Қандай? Естілмей қалды ма, әлде үндемей қалып отырсыңдар ма? Неге?
ашық тарату құрылғылары, жабық тарату құрылғылары және компактлы комплектті тарату құрылғылары. Міне жазылып тұр да, бөлмеде дегеніміз, значит, ол жабық тарату құрылғылары бөлмелерінің ішінде де, жабық конструкцияның ішінде орнатылады деді, тастан салынатын кәдімгі трансформаторный подстанция көрушісіңдер ғой, сондай сияқты жабық бөлмелерде орнатылады деп тұр да. Ашық ауада дегеніміз, алдыңғы суреттерде көрсеттік та, подстанцияның ішінде орналасады деп. Міне подстанцияның суреті. Подстанцияның суреті ал. Мына жерден тауып беріңдерші маған. Ажыратқышты. Ажыратқыш. Ой, бля, қарай. Қарал тау. Мына жерде көп тұр ғой. Қай жерде? Мына жерде оң жағында. Бәрі көп қой. Бәрі көп. Опоралардың оң жақ бөлікте. Сен қайшын айттың, дейш? Қайшын айттың сен? Ал осыны скриншоттап алып, WhatsApp-қа жібере қойыңдар. Белгілеп, қайсысы деп ойлайсыңдар? Нома? Сол жағында. Нома. Мына жерден бір түсіндіреміз. Нұрдәулет, осы суретті скриншоттап алып, WhatsApp-қа жіберіңдер, белгілеп. Апай. Бекзат, Тимірлан. Апай, бір Бекзат, Тимірлан ал, жіберіңдер маған. Нені? Жазып отыр ғой, WhatsApp-қа ал дейді. Апай, мен 1% қалды, мен шығатын шығарым соткымды. Сөйлей отыр. Құдалар сөйлей отыр. Hello guys, how are you? Мумбан. Мумбан. Ау, камзол. Қотақ Мумбан деп. Қаяқтасың? Камзол, не хабарды? Тынышталдық нахуй. Ал сонымен Нұрдәулет жібермедің ғой. Менде маска жоқ на. Алхамдулилла. Сонымен маған WhatsApp-қа жібере қойыңдар суреттің. Қазір жалғастыра берейік та сабағымызды. Құрылғы принципіне байланысты ажыратқыштар элегаздық, вакуумдық, әуелік, майлық, электромагниттік болып бөлінеді дедік та. Ол қалай құрылғы принципі дегеніміз? Ішіндегі доға сөндіргіш құрылғысына байланысты да. Доға сөндіргіш құрылғының ішінде элегазбен өшірілуі мүмкін, вакуум арқылы өшіру мүмкін. Әуелік дегеніміз қалай? Воздушный деп айтады да, ол әуелік емес, ауалық болады. Ауалық, ауамен сөндіретін болады, маймен немесе электромагнитпен да, электромагнит күшімен. Қазіргі кезде осы бүгінгі таңда көбірек қолданылатын бұрынғы ауалық ажыратқыштарды ауыстырып жатыр дедік та, но жаңа түріне. Сол қай түрі еді, кім біледі? Бекзат? Элегазды ма, апай? Қандай еді? Элегазды ма? Неге элегазды ауыстырып жатыр қазір соңғы кезде? Нешін ауыстырып жатыр, оны кім айта алады? Нұрдәулет? Қазіргі кезде ажыратқыштарды, ауалық ажыратқыштарды элегазды ажыратқышқа ауыстырып жатыр дедік. Не үшін ауыстырады оны? Қандай мақсатта?
неден емес па, тоқты жай өткізетін. Элегаз дегенimiz ауадан өте жеңіл газ да. Иә. Ауадан жеңіл болғандықтан, сосын тоқ өткізу әсері жоғары болғандықтан қолданамыз. Иә. Үшіншісі, доға сөндіргіш құрылысы орналасуына байланысты бактық, бағаналы немесе аспалы түрде болады дедік. Міне бактық дегеніміз көріп тұрмыз да суретте. Трансформатор сияқты астында багы болады да. Доға сөндіргіш құрылғы дегеніміз, мына бакты деген бұрын ішінде май сондай заттар қолданылатын болса, андай үлкен көлемді заттар қолданылатын болса, сондай қолданылғанда майлы. Ең жоғарыда көріп тұрғандарым мынандай бүйтіп жан-жағына орнатып, бүйтіп жан-жағына шығып тұрған элегазды дегеніміз да. Қазіргі подстанцияларда осы элегазды қолданып жүр да, міне выключательдің барлығын элегазды ауыстырып жатыр. Міне бағаналы элегазды дегеніміз, бағана суреттен көрсеттім ғой. Соның ішінде бағаналы элегазды болды да. Сендердің таумай қалғандарың сондықтан. Сендер мынандай көз үйренген бакты майлыны немесе бакты элегазды іздедіңдер. Мынау бағаналы элегазды болды да. Түрлі сыртынан қарағанда выключатель менен разъединитель екеуі бір-біріне ұқсайды. Байқадыңдар ма суретте? Мына әуелік дегеніміз воздушный выключательдер. Мен көрмедім өз көзім. Көбінесе бізде Атырауда мен бұрын Атырау жақта жасап жүргенде көретінім вакуумный болды, бакты майлы болды, осы екеуін көретін болдым. Мынандай әуелік дегенді көрмеппін, сложный конструкцияны ондай көрмеппін. Сендерде егер қызығып, қарап жүрген болсаңдар, бір барған жерлерінде көздерің түсетін болса, мынаны бағаналы элегазды менен бакты элегазды көретін шығарсың. Қазір барлығын элегазды ауыстырды. Бұрын вакуумды мен бакты майлы болды дедік та. Түсініңдер ғой да, Сұлтан? Сұлтан, естіліп тұр ма? Естіліп тұр ма, Сұлтан, саған? Ақыламайыз, сабақта кеттім, сабақ. Бәрі жазылып жатыр. Енді Платонскқа кіріп, мен жүрген тапсырмаларды қарай қойыңдар. Осы ажыратқыштар туралы тапсырма жібердім, тест сұрақтарын жібердім. Қандай ажыратқыштар, қандай түріне байланысты деп, андай салыстыру тапсырмалары бар. Екеуі, мысалы, мына жағы, мына сөзі, мына жақта, мына сөзі, мына жақта, сол екеуін байланыстыр деген сияқты сәйкестендіру тапсырмалары бар ішінде. Платонскқа жібердім, WhatsApp-қа жіберген дейтін ескерілмейді, оған баға қойылмайды ғой. Сондықтан Платонскқа кіріп қарай қойыңыздар. Түсінікті ма?